Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ірімшік дөңгелекшелері қосылған тауық сорпасын әзірлейтін боламыз. Сіздер де дайындап көріңіздер. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздер де осындай керемет, жасалу өте оңай, дәмді сорпаны жасап көріңіздер. Ең алдымен тауық аяқтарын 1 сағаттай қайнатып аламыз. Әрі қарай бізге 1 пияз бен сәбіз қажет болады. Пиязды осылай өте ұсақ етіп турап аламыз. Сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Дайын болған сәбіз бен пиязды қызып тұрған тападағы майға қуырып аламыз. Кез келген сұйық майды қолдануға болады. Осылай бірінші пиязды салып, жақсылап қуырамыз да, үстіне сәбізді саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, қара бұрышты саламыз. Жақсылап қуыруға 5-10 минутқа қалдырамыз. Қуырылған сәбіз бен пиязды газдан алып бөлек қойып қоямыз. Достар, сіздер де міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіздер. Әрі қарай қайнаған тауық сорпасының бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Келесі кезекте ірімшіктен жасалған дөңгелекшелерді дайындайтын боламыз. Ол үшін ірімшік, жұмыртқа, май, ұн қажет болады. Ірімшікке аз ғана тұзды қосып, майды саламыз, жұмыртқаны саламыз, ең соңынан ұнды салып, жақсылап қамыр илейміз. Иленген қамырымыз қолға жабыспайтындай болу керек. Менде шамамен 300 граммдай ұн қосылды. Достар, осы видео рецепті соңына дейін көруге шақырамын. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ірімшік қосылған қамырымыз қолға жабыспайтындай жұмсақ болуы тиіс. Егер сіздердің қамырларыңыз сұйықтау болып кетіп жатса, қорықпай ұнды қоса берулеріңізге болады. Дайын болған қамырдан енді ірімшік дөңгелекшелерін жасаймыз. Ең алдымен осылай қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осылай бөлінген қамырларды тағы да бөліктерге бөліп, ірімшік дөңгелекшелерін әзірлейміз. Видеода көргендей етіп осылай қамырдың барлығын бөліп аламыз да, осылай дөңгелекшелер жасаймыз. Достар, сіздер де осы тағамды менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді сорпа болады. Келесі кезекте картоптарымызды осылай көлемде турап аламыз. Өйткені біздің ірімшік дөңгелекшелермен бірге картоптарымыз да пісіп шығуы керек. Дайын болған тауық аяқтарын сорпадан алып, суытып қоямыз. Қайнап тұрған сорпамызға қуырылған сәбіз бен пиязды салып, сорпаны жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте сорпаға картоптарды саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз салып, ірімшік дөңгелекшелерін де сорпаға саламыз. Достар, осы тағамды сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді және жасалу өте оңай. Біздің сорпамыз тойымдырақ болу үшін келесі кезекте өте ұсақталған спагеттиді немесе вермишельді салып, сорпаны қайнауға қалдырамыз. 10-15 минуттай қайнауы керек. Біздің әзірлеп жатқан тамағымыз дайын болуға 5-10 минут қалғанда туралған тауық еттерін сорпамызға саламыз. Достар, қарасаңыздар, қайнағаннан кейін де біздің ірімшікті дөңгелекшелеріміз бұзылған жоқ, сол қалпында дөңгелек күйінде тұр. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет, дәмді болады. Ең соңынан өздеріңіз қалаған ас көкті, көк пиязды қосуларыңызға болады. Өте керемет, дәмді болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Келесі рецепттерді менің каналымнан бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарий бөліміне комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Келесіде менен қандай рецепт күтесіздер?